Бахауддин Нақшбанд 1318 жылы Бұхара қаласына таяу жердегі Қасри Хиндуван қыстағында туылған. Өз есімі Мұхаммед Бахауддин діннің нұры, көрнекі, көркі, оның атағы. Ал Нақшбанд айналысқан кәсібіне байланысты есім болып табылады. Көңілің жаратқанда, ал қолың жұмыста болсын. Дил байор, даст вакор. Ұранын ортаға тастап, өз замандастарын қабілетті және еңбекке болуға шақырған. Дәмегөйлік, қайыршылық, бұл дүниеден безу секілді індеттерге қарсы шығып, өз қабілеті мен маңдай тері арқылы күн көру идеясын алға мақсат етіп қойған. Өз іліміне өзі бас болып ден қойған және өмір бойы матаға нақыш, гүл салу өнерімен, сонымен қатар егіншілікпен шұғылданған. Бахауддин Нақшбандтың ұстаздығы бойынша 10 мыңнан астам тасаввуф іліміне ден қойған шәкірттер білім алған. Ұлы бабамыз ақиқатқа қол жеткізу, жаратқанды тану үшін адам баласы ең алдымен өзін өзі тани білуі керектігін атап көрсеткен. Нақшбандия тарихатының адалдықты, білім мен еңбекті ұлықтауы тек біздің елімізде ғана емес, сонымен қатар Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан, Иран, Ирак, Сирия, Йемен, Сауд Арабиясы, Мысыр, Палестина, Түркия және Босния секілді өлкелерге де кеңінен таралуына себеп болған. Бахауддин Нақшбанд идеяларына бас иеушілер арасында көптеген классикалық әдебиет өкілдері мен тарихи тұлғалар да бар. Бахауддин Нақшбанд 1389 жылы Қасри Хиндуван қыстағында әлемнен өткен және сол араға жерленген.